Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, бүгін мен сіздермен LaTeX-та тех-центрда таблицаны қалай жасаймыз, соны көрсететін боламын. Ол үшін өткендегі басталған документті біз жалғастырамыз. Ол документте біз сіздермен келесідей файлдарды алған болатынбыз. Яғни біз ол жерде PDF форматын қазір ашып көрсететін боламын. Біз LaTeX-та қалай тақырыптың атын жазуға болады, авторларды қалай қоямыз, және де аннотацияны, кілт сөзді, введениені, формуланы қалай жазғанын мен көрсеткен болатынмын. Енді мен сіздерге дәл осы файлды бүгін жалғастырып, осы файлда, яғни орысша МГУ-дің тех-центрінде таблицаны қалай қоямыз, соны көрсететін боламын. Ол үшін PDF форматты жауып тастап, келесідей өзіміз Google-дан кез келген бір таблицаны алып шығайық. Мен мысалы мынада бір таблицаны алып шықтым. Қарасаңыздар, мына жерде продуктыға байланысты осы таблицаны біз тех-центрға, яғни LaTeX-ға жазып көрейік. Біз бастамас бұрын кез келген документті біз begin-нан бастаймыз. Яғни begin таблица болғандықтан table деп жазамыз. Begin фигурный жақша table. Кез келген документ жаныңызға шығып тұр, міне бұл уже бізде көрсетіп жатыр автоматически таблица болатыны. Begin-нан бастаған документ міндетті түрде астына end table деп жазып қою керек. Біз документ басталады және де аяқталады table. Енді осының ортасына біз таблицаның бірінші атын жазамыз. Яғни міндетті түрде таблицаның үстіңгі жағында естеріңізде болса, таблицаның аты жазылады. Таблицаның аты келесідей жазамыз. Фигурный жақша қоямыз. Таблицаның аты, мысалы, біз скидка по карте деп қояйық. Ендеше кеттік. Фигурный жақшамызды жабамыз. Бізде таблица ортада болады көп уақытта. Begin центр, end центрді ортасын алып саламыз. Келесі бізге жазу керек таблицаның өзі, яғни begin tabular. Ол бізге таблица қанша графадан тұрады, соны көрсетеді. Begin tabular, end tabularды жазып, endтің алдында сызықшаны ұмытпаймыз. Endтің алдында міндетті түрде сызықша болу керек. Енді begin tabularдан енді қазір біз мына жерге сан бізде көріп тұрғандарыңыздай 4 бағаннан тұрады. Ендеше 4 баған болса, біз 4S қоямыз. Сызықша S, сызықша 4-те болу керек бізде. 1, 2, 3, 4. Кеттік. Ендеше енді біз үстіңгі жағынан бастап, біз автоматты түрде кете береді. Бірінші біз онлайнды басып аламыз. Лайнды қойдық. Лайнды. Енді бізге бірінші бізде продукт деген сөз. Продукт деп жазамыз. Продукт. Келесіде біз уже шексіздік белгісі деп айтады. Соны міндетті түрде қойып отырмыз керек. Ол бізге шексіздік белгісі бізге продукт пен количество ортасына тұр ғой сызықша. Сол сызықшаны береді. Количество. Ағылшынша кетіп қалып жатыр. Количество. Келесі тағы да біз шексіздік белгісін қоямыз. Цена. Цена. Шексіздік белгісін қоямыз. Енді стоимость көрсетуіміз керек. Стоимость. Енді келесі линияға өту үшін осыны копировать етеміз де автоматты түрде қоя саламыз. Екеуінің ортасында міндетті түрде 2 сызықша қоямыз. 2 сызықша ол бізге төменге түсіремін деген мағынаны береді. Копировать етеміз. Копировать.
ставить. Продукт деген орнына енді біздің жерде бізге келесі молоко деп тұр. Әрине бірінші линиядағы сөздерді бізге журнал қылдыруға болады. Ол үшін үстіңгі жақта бізде F деген белгі бар. Осыны продукт, количество, цена, стоимость дегенді белгілейміз де, F дегенді бассақ, ол бізге журнал қылдырып береді. Келесі копировать етеміз. Келесі линия бізде сыр. Сырдың данныйларын жазып қойайық. Сыр 1, 200, және де 200. Келесі линия бізде соңғы линия ретінде алайық. Яйцо. Бір, 150, және 150. Сызықшамыз бар. Енді біз осы таблицаны, яғни астыңғы сызықты H-line-ды копировать етіп қоя саламыз. H-line-ды копировать етіп қойғаннан кейін, енді біз мына жерге таблалардың жанына лейблі, яғни фигурный жақшамен номерін қойып қоямыз. T131 деп. Енді біз PDF форматын аламыз осы документтің. PDF форматын алып, яғни біздің таблица түсті ме, түскен жоқ па тексереміз. Көріп тұрғандарыңыздай таблица бізде түсті. Жақсы сау болыңыздар. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта мен сіздерге суретті қоюды көрсетейін. Және де осы сабақтың аяғында сіздерге бірнеше таблицаның формулаларын қалдырып кететін боламын.